Тоқташы балам. Маған киіп көрші сыртынан. Осы дұрыс болатын сияқты. Әкеңнің жас кезінен аумай қалдың ғой балам. Қойшы, мама. Көндірсемесе, міне, осыны киіп ал сыртынан. Әп-әдемі болдың. Красавчик болдың ба? Өтірдің. Қалай? Осыны ки сыртынан. Қорқытпа. Братан. Мынандай да дүниелерің бар ма не? Конечно. Бірдірлеген да мен. Петерлікке барсаң, салам алейкум. Көйлегің сәл мұжылып тұрған жоқ па, братан? Қатты сен өтіктеліп қоға ғой. Нормально болды. Ана 11 жасқа қалып кеткенде, выпускнойдан неден қалып кеткендер емес па? Жоқ, аңғыр мамасы киттен тауып бердім, киттен қалып кеткенде ғой. Киттен? Қан жақта зор қыздар болады деп жатыр ғой. Киттен екен біліп қалмасын. Олар қайбір жетіскеннен келеді дейсің. Сол киттен бір нәрсесін киітпен өтті ғой. Прокат дейсің. Кетіп па? Кешіп қалмайшы. Кешіккен адамға орын жоқ дейді ғой. Кет. Такси по городу, такси. Дубайға қыздарды, ұлдарды Таиландқа қала таңдамаймыз. Парижге де барамыз. Такси по городу, такси. Ой, депутаттар келе жатыр ғой. Қалай жүріп? Немене бәле өткіздір? Дерзкий киносыздар ғой. Акиматқа кіріп кеткен жоқсыздар ма осы? Қалай қаласа, аузыңыз алмай Нұреке. Акиматқа кіріп жатсақ жаңағы өзіміз водитель қылып аламыз ғой. Сонда өзің жоғарыда хотя бір нормальный бір неге должность қоюға болмаймыз немен, а? Вот, көңілге рахмет соғанда рахмет, от души. Ырзамын. Что там? Кеттік па Нұрхана? Ақша бересіңдер ма? Айтып тұр ғой Нұрханаға. Бірінші айлықтан береміз. Қойшы, бір мақтады, құлағын көтер, жүр кеттік бір. Құлағын көтерсең болды, айтыр, үйді бір бөле көтерсең. Ағайындар келіп қапты ғой, бері қарай, брат, бері қарай келіңдер, жайғасындар. Салам. Таныс қойындар, ағайындар болады, Түлеш, Қортық. Біздің районға жаңадан жақында көшіп келген жігіттер ғой. Бардаш, туғаныңмен адмой. Абдуши. Түлеш, Қортық, ағайындар, ұялмай ішіп жеп отыра беріңдер. Би, караоке, барлығы біз үшін ғой, роднойлар. Алыңдар, таныстық үшін, алыңдар. Арман, брат, приходи, бауыр. Кел, қалайсыңдар? Родной туған күніңмен? Абдуши. Қызымен келіп, қарсы емес шығарсың да? Конечно, қарсымын. Ей, әзіл ғой, отырыңдар, жайғасыңдар. Брат, жоқ. Қалай келдіңдер? Жақсы аман есен, брат, қызымен келіп қойын. Әсел болып таныс қойыңдар. Тербел, қимылдат белді. Don't tell me anything, жай ғана биле. Ал енді, тос кезеген арамыздағы ең батыл, ең мықты, красавчик. Тос кезеген осы. От души, брат. Рахмет. Бородач, братан, туған күні құтты болсын. Жасыңа жас қоса бер. Басты денсаулық, қалғанын тауып аламыз. Бермесе тартып аламыз ғой, короче. Туған күнімен. Красавчик, молодец я. Адушың әдем екен, брат. Қыздар, жігіттер, қалайсыңдар? О, барада, брат, туған күнімен. Ештеңе қажет емес па, нормально отырсыңдар ма? Жоқ, бәрі жақсы, Абдушинский ғой. Все, Абдуши кайфовать ете беріңдер. Өздерің күнде көріңдер, сыныңдар. Ішесіңдер ма? Ішесіңдер құяды ма? 92 жылғы Бабок деген братан бар. Аппақ Нексия бар сол. Ананы Нексия ұстағаннан баса тырауып қойған ғой. Гүж ете қалады. Мен қазір шығып келемін. Өзің не машинасы басқа? Камри. Бір анау неде светофорда көрінген қызыл машина. Мен қазір келемін. Машина машинасы ғой. Жұмыс болсын. Асел, сөйлесейікші. Не жайлы? Сен маған режим жүрсің ба?
Әшел не болды? Бәрі нормально ма? Иә, бәрі жақсы. Жүр кет дегенше. Не көрсе бір көретін бір досым керек екен. Ал ондай болса, қыздар жігіттер орнымыздан тұрып, қыздар биге шақырамыз. Вальс билейміз, кет! Помню, как растерянная ты была растерянная, стояла глаза Брат! Айтын дедіңіз? Брат, ма кухонне пышақ әкеп берші. Кешірім сұрайын, бізде пышақты залға алып келуге болмайды. Қаласаңыз кесіп әкеп беремін. Зарядты сау болыңыздар. Не врывайся крайне, осторожно, не рани, можешь красть луну. Голос оленя реками по венам, может станет священной, когда я усну. Қыздар, жігіттер кет перекур, антракт болсын кішкене, кет темешейік. Кел, Әшел, бір тау жүрек. Мен ішпеймін. Әшел, кел, бір тау жүрек деймін. Әшел, кел. Жоқ, мен ішпеймін. Жоқ, кел, мә. Кел, мә, кел деймін. Бір рет ештеңке болмайды. Кел деймін, Әшел, бір рет ештеңке болмайды деймін. Құлағың естімей ма, ішпеймін деді ғой. Сен араласпайтын жерге араласпай. Қалай араласпайтын жерге? Жүр салаға ебай. Жүр кеттік. Далаға тап қойсын, ел біраз сеу алды. Ішпеймін деді ғой саған. Жатан болмасын сен конкретно. Көп сөйлемеймін, ахуй. Ана жақта қонақ тұрды білесі жатыр. Қайда? Ана жақта. Полицияға звондай сал. Кел. Тұршы сайпа! Тихо, сайпа. Не отырш? Плюс туғаны не өп кетті, заебал, бля. Мына чортқы қолма вилка туғаған, брат. Ебай, қалай чорт нахуй? Жүрші сөйлесе. Брат, сен үшін тұрма, бауыздап тастайтын енді. Жігіттер, тыныштық па, не өп отыр? Старший лейтенант Науанов Арухан. Старшиларың кім, жігіттер? Ауағасы. Не өп отыр мына жерде? Бүгін туған күнім еді, балдар сәл алыс қапты. Сендер келетіндей тірлік емес, братан, өзіміз шешіп аламыз. Жүрші, братан, сөйлесейік. Ұстамашы қолына, не болды сразу? Жүр. Лейтенант, осы районға қарайтын барадаш болам. Балдар сәл-пәл алыс қапты. Түсінесің ғой, туған күн ғой, братан. Өзіміз шешіп алайық, жүре берші, братан. Інім, маған сенше барадашсың ба, басқасың ба, бәрібір. Главный заявление жазылмаса болды маған. Болды, братан, уайымдама, ешкім жазбайды заявление. Уже поздно. Қалай поздно? Ана админ баланы танисың ба? Сол удар жеп қапты ғой, осы заведениенің бастығының баласы. Папасы маған звондап жатыр, осы тіршілікті шеш деп. Енді не болды? Енді не болғанда барлығыңды бір ауыздан қамаймыз, потом тіршіліктерің шешіледі ғой. Жігіттер, негізі мағанда нефкайып бар емес па? Азаматпен сөйлескем, моральный ущербке 1 миллион теңге сұрап отыр. Соны шығартпасаңдар, сендер де тыныш, мен де тыныш. Оны сындырып қыссақшы. Сосын папасы келіп мені сындырады, мен сендерді сындырамын ғой қайттан білесің ба? Болды онда. Так, жігіттер, битейік. Мен жайлап қайтып кетем, сендерге 2 күн берем. Сол 2 күннің ішінде ақшаны шығарып тастаңдар. Сендер де тыныш, мен де тыныш, давай. Не істеп жүргендерін білесіңдер ма? Сендерге танысқан кезде айтылған, әр нәрсенің ответкісі бар деп. Сенің қортығың подлый тірлік істеп жүр. Қазір сол үшін өзін кінәлап сынып келатыр. Администратор заявление жазған. Оны қалай шешеміз? Тоқташ. Сен ма бірінші бастаған? Иә. Анчы, лям сұрап отыр ма не? Иә. Қанша сұрап беріп тұр? 2 күн. Болды, тауып берем. Кеттік қортыр. Не үшін вилка? Ұнамады просто. Просто ана Арманның Әселмен келген ұнамады десе.
Жоқ, ана жерде қыздар көп қой. Не көп? Қыз көп. Дофига қыз. Вот именно қыздар дофига. Әсел жалғыз братан. 1 миллион қораға кіріп кетті деген. Не план енді? План былай, короче. Senin kızın tecit, benim kızımdan ülkene, benim kızım bilet kung-fu. Benim kızım sikirte kobra yerine sikince seziledi. Senin kızın tecit, benim kızımdan ülkene, benim kızım bilet kung-fu.